Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Сіздермен Дертке шипа арнасы. Бүгін біз таңертең су ішкенде қарт кісілер жіберетін қауіпті 5 қателік туралы сөйлесеміз. Су өмір көзі. Денсаулығыңызды сақтау өте маңызды. Бірақ суды дұрыс ішпесек, ол денсаулығымызға кері әсерін тигізуі мүмкін. Әсіресе қартайған кезде ағзамыз нәзік болады. Сондықтан су ішу ережелерін мұқият сақтауымыз керек. Бұл видеода сол қателіктерді қарастырып, ол қателіктерді қалай болдырмауға болатынын айтатын боламыз. Көптеген қарт адамдар таңертең ұйқыдан тұрғаннан кейін бірден су ішуге асығады. Алайда бұл дұрыс емес. Асқазан бос болғандықтан су асқазан сөлін сұйылтып, ас қорыту процесін бұзуы мүмкін. Сондықтан таңертең ұйқыдан тұрғаннан кейін 30-40 минуттан соң ғана су ішу керек. Осы уақыт ішінде асқазан сөлі бөлініп, тамақ қорытуға дайын болады. Таңертеңгілік суды жылы күйінде ішкен дұрыс. Ыстық су асқазанды тітіркендіруі мүмкін. Ал суық су ас қорыту процесін баяулатады. Жылы су асқазан жүйесін жылытып, ас қорыту жүйесін оятады. Судың пайдасы мол болғанымен, оны шектен тыс ішу денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін. Әсіресе бүйрек аурулары бар қарт адамдар үшін бұл өте қауіпті. Тым көп су ішу бүйрекке ауыртпалық түсіріп, ісінуге әкелуі мүмкін. Сондықтан қарт адамдар дәрігермен кеңесіп, өздеріне қанша су ішу керектігін анықтау керек. Суды аз-аздан, бірақ жиі ішу керек. Бірден көп мөлшерде су ішу бүйрекке күш түсіреді. Ал аз-аздан ішкен су ағзаға жақсы сіңеді және бүйрекке ауыртпалық түсірмейді. Қарт адамдардың көбісі суды ішкенде еңкейіп немесе жатып ішеді. Бұл асқазанға және ішекке зиян келтіруі мүмкін. Еңкейіп немесе жатып ішкенде су асқазан мен ішектің табиғи орналасуын бұзады. Бұл ас қорыту процесін қиындатып, асқазанда ауырлық сезімін тудыруы мүмкін. Суды тік отырып ішу керек. Осылайша су асқазанға тікелей түсіп, ас қорыту жүйесі арқылы оңай өтеді. Егер тік отыру қиын болса, онда арқаны тік ұстап отыруға тырысу керек. Өте суық немесе өте ыстық су денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін. Суық су тамырларды тарылтып, қан қысымын көтеруі мүмкін. Сондай-ақ суық су ас қорыту процесін баяулатады. Ыстық су болса керісінше тамырларды кеңейтіп, қан қысымын төмендетуі мүмкін. Алайда ыстық су асқазанды тітіркендіруі және күйдіруі мүмкін. Қарт адамдар үшін ең қолайлы температура бөлме температурасындағы су. Мұндай су ағзаға оңай сіңеді және ешқандай жанама әсер етпейді. Көптеген қарт адамдар дәрі-дәрмек ішу үшін суды пайдаланады. Алайда кейбір дәрі-дәрмектерді сумен ішуге болмайды. Мысалы, кейбір дәрі-дәрмектерді сүтпен немесе шырынмен ішу керек. Сондықтан дәрі-дәрмек қабылдамас бұрын нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Егер дәрі-дәрмекті сумен ішуге болатын болса, онда дәрі ішкеннен кейін бірден су ішуге болмайды. Дәрінің әсерін төмендетпес үшін дәрі ішкеннен кейін кем дегенде 30 минуттан соң ішу керек. Қорытындылай келе, таңертең су ішу денсаулық үшін пайдалы, бірақ оны дұрыс ішу керек. Бұл видеода айтылған қателіктерден аулақ болыңыздар және денсаулықтарыңызды сақтаңыздар. Осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомызды пайдалы деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын. Ауырып, ем іздегенше ауырмаудың жолын іздейік ағайын.